Кекс пісірейін десем, қалыбым жоқ деп жүрген қыздар, бұл видео сіздерге арналады. Кеседе осындай шоколадный кекс пісіретін боламыз. Кеселеріңіз сынбайды, асты жабыспайды, өте дәмді болып шығады. Жұмыртқаға қант салып ақ көпіршік болғанша осылай араластырып аламыз. Үстінен сүт, сұйық майды құйып араластырып алғаннан кейін ұн, тұз, какао, қопсытқыш пен ас содасын, кофені салып араластырамыз. Шоколадты осындай ұсақ бөлшектерге бөліп қосамыз. Кесемізді кез келген маймен жақсылап майлап алуымыз қажет. Кесеге қамырдан 2-2,5 ас қасықтан салып шығамыз. Мен ортасының алдында үйде печеньеден артылған творожный масса бар еді, соны салып жібердім начинка ретінде. Ол енді өз қалауыңыз. Кексті 180 градуста 40-45 минут арасында пісіріп аламыз. Міне достар, біздің кексіміз осылай пісіп шығады. Кесемізді асты жабыспай, кексіміз толық пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең басты құпиясы пешті қыздырмай кексті салу қажет.